Сәлем достар, мен Жако ТВ. Бүгін біз кино мастерді қалай түсіретінім, қалай түсіру керек, қалай интро жасау керек қозғаймыз. Яқта мультимедиа дегенде басам, сосын яқта бізде мынандай нелер шығады, яқта фон таңдаймыз. Бізде яқта мынандай әртүрлі фондар бар. Біз мынандай фон таңдаймыз. Басамыз, мінекей біздің видеомыз былайынан кетеді. Және де біз яқта мультимедиа қайттан басамыз, фонды қайттан қоямыз. 3 рет қойдық. Мінекей енді мына жердегі тұрғаннан басамыз, 3D переход, полосы қоямыз. Мына жердегісіне 3D переход, приглашенный кубик деген қоямыз. Енді басынан бастап көрсетейін. Бұл енді тағы да бір музыка қосу керек, бірақ мен қалай музыка қосу керекенін білмеймін. Мен осылай кетеді. Мінекей шар болып кетті, қайттан келді. Мінекей бізде слой деген бар. Мына міне жазып қоямыз. Слой X. Енді басынан бастап көрсетейін. Кетті. Яқтан жүрек кету керек еді. Осы жерден біз мына жер жаңағындай жаңағы менің каналымның атын қосамыз. Неге бүйтіп үлкейтіп те қойғалады. Жақта былай жарықтар. Достар, артықтау ситуацияларыңыздар кешіріңіздер. Былай. Сосын жақта біз жақта мынандай қоя аламыз. Осы жерде жоғалып, осылай. Енді уақытымызды босқа кетірмейік. Осылаймен кетті. Мына жерде біз енді текстті ұстаймыз. Осылаймен былай қоямыз. Енді ары кете береді. Енді басынан бастап көрсеткенде мінекей достар, осы жерден біз тағы да осылай едеміз. Достар, осы жерден мен жазуымды көк қылып, мен бұл программа туралы енді біліп жатырмын. Енді мына жағында солай кетіреміз. Көкті өлтік. Міне болды. Осылайынан. Енді басынан бастап қарайық.
Жако ТВ. Жако ТВ. Егер сіздер қалай өлең қою керек екенін білесіздер, онда комментария жазып кетіңіздер. И достар, осымен менің видеом аяқталады. Сіздерге ұнаған ойдамын. Сау болыңыз.